بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bugün sabahımızda muallif rahimahullah aytadı. Babu sıfatis salah. Babu sıfatis salah, yani namazdın sıfatı turalı bab. Bol jerde namazdın negizgi basından bastap namaz bitkenге шейін ол намаздың толық сүреті және қандай сипатта орындалу керек екенін жеке-жеке тафсилменен баяндалып айтып өтіледі. Өткендегі шурут салах кітабында намаздың рүкіндері, уажибаттары және соған ұқсаған амалдарды, шарттары және соған ұқсаған амалдарды үйреніп өткен едік. Amma бұл жерде осы баптан бастап намаздың негіз толық сүреті қалай орындалады? Толық орындалуға оның парыздары да, рүкіндері де, былайша оның сүндеттері де барлығы кіреді. Ол жалғыз болса, жамағат болса, жағдай барынша сол жалғыз адамның намаз оқығаны, жамағатпен намаз оқылғаны барлығын қысқаша болса да баяндап өтіледі. Себебі Наби саллаллаху алейхи уассалам хадисте Sallu kama ra'aytumuni usalli deydi Malik ibn Hüveyrith radıyallahu anh'un hadisinde, hadis Bukhari'de. Yani meni қалай намаз оқығанымды көрген болсаңдар, тура солай намаз оқыңдар деген бұйрығы бар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям оқыған намаздары мәлім, көптеген сахабалар әр түрлі жолдар менен Наби саллаллаху алейхи ва салламның жалғыз оқығаны, жамағат оқығаны, соларды баяндаған. Кейбіреулерін Наби саллаллаху алейхи ва саллам өз амалымен көрсетіп берген, кейбіреулерін Наби саллаллаху алейхи ва саллам сахабалары о кісінің көргенін баяндап берген. Ал-мухим, қысқашасы Наби саллаллаху алейхи ва саллам үмбетіне намаз оқуды қалаған адам қалағанша оқитын екеніне тастап қоймаған. Бәлкім оларға намаздарын негізгі суреттері қалай болатын екенін үйреткен, және сол намазды іздеп үйреніп, солай оқуға шақырған, қызықтырған. Төбедегі хадисте сол мағына бар. Саллу кама рa'айтумуни усалли. Мені қалай намаз оқығанын көрсеңдер, солай намаз оқыңдар. Демек, бұл хадистен және басқа бір мағана бар. Намаз оқу үшін, намаз оқуды үйрену үшін адам үлкен білім иесі болу шарт емес. Оқыған адам болу шарт емес. Молда болу шарт емес. Жазып оқуды білмесе де намаз оқуды үйренсе болады. Жазып оқуды білмесе де намаз оқуды не? Үйренсе болады. Себебі келешекте келетін намаздың егер суретін көретін болсақ, тыңдау менен үйреніп, тыңдау менен ғана сөздерді жаттап алса болатындай дәрежеде. Фатиха сүресі қысқа 7 аят, одан кейін жоқ дегенде 1 аят болса да жаттап алса Құраннан, жоқ дегенде
Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim, at-tahiyyat, teşehhüd 3 qatar keledi, salavat 2 qatar keledi, 3 qatar keledi, bitti, sonun namaz son. Demek namaz okudu үйрену үшін adam bir bölekşe derecedeki adam болу şart емес. Belkim ol aklı orunda bolsa, balağatқа жеткен bolsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimasını aytıp iman iyesi bolatın bolsa, demek ol namaz okudu orundau gerek. Namaz okudu үйреніп, onu orundau gerek. Men namaz okudu үйрен almadım, men bile almay kaldım, namaz okudu үйрену қиын дегендер болардың барлығы желеу. Ешқандай бір бағасы жоқ, уәзіні, ауырлығы жоқ, есепке өтпейтін бір шайтанның желеулері. Себебі төбеде айтқандай намазды үйрену деген ешқандай бір қиын тұратын нәрсе емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларға мені қалай көрсеңдер солай намаз оқыңдар деді. Болды. Наби саллаллаху алейхи ва салламның намаз оққанын көретін болсақ, субханаллах, болды. Соменен үйреніп адам парызды орындай береді. Сол үшін келешектегі сабақтарда осы мәселелер баяндалады. Muallif rahimahullah aytadı. Yustahabbu an yaquma ilayha inda qawlil muazzini qad qamatis salah in kana al imamu fil masjidi ve illa iza ra'ahu. Aytadı. Namazga muazzin, azançı qad qamatis salah деген vaqtda turuvu, yani imamның артында оқушы адам turuvu mustahab болады, қашан? Егер имам мешітте болатын болса. Amma мешітте болмаса деп жатыр, сыртта болатын болса, онда сырттан кіріп келе жатқанында көрген уақытында ғана ол орнынан тұрады. Осы жерде бір жақсы ишара бар. Қай жерде деп сұралатын болса, бұл айтылады. Muallif rahimahullah namazды жалғыз адамның оқуының суретімен бастаған жоқ. Жамағаттың суретін баяндаумен бастады. Оған себеп не ол деген сұрақ келуі мүмкін. Оған айтылады, себебі намаздар, жалпы парыз намаздар негіз мешіттерде орындалу керек. Аллах субханаху ва таала руку қылушылар менен бірге руку қылыңдар деп бұйырады. Бұл мұсылман пендені жағдай барынша жамағатпен болатын құлшылыққа әрекет қылып, сол құлшылықты бірге орындауға ұмтылу керек. Сол үшін жамағатта азаншы болады, имам болады. Сол адамның мешітке келгеннен кейін намазды осылай бастайды. Себебі өткен сабақта адам мешітке келгеннен кейін ол тыныш отырып, истигфар қылып, зікір қылып отырады дедік. Енді мешітте ол адам намазды күтіп отыр ғой, жамағатты. Енді ол парыз намазын оқуға, зухур немесе аср намазы болатын болса, қашан ол тұрып орындайды десе, yustahabbu an yaquma ilayha inda qawlil muazzini qad qamatis salah in kana al imamu fil masjid. Егер имам жамағатпенен бірге болса, сол жерде мешіттің ішінде отырған болса, ол уақытта муаззин Allahu akbar, Allah ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah деп qad qamatis salah деген уақытта адамдардың тұруы мұстахаб болады деп жатыр. Адамдардың тұруы не?
mustahab болады. Бол mustahab болуында ғалымдар айтады, себебі адамдар егер бұрындау тұратын болса, ол бұрын тұруға қажет жоқ. Қамат біткеннен кейін тұратын болса, ол уақытта жамағат сапты тегістеуден кешігіп қалады. Амма қад қаматис саламен болатын болса, ол қаматис сала деген намаз тұрды дегені сол намазды орындауға ишара, және сол жерден, сол уақыттан не адамдар дайындалып тұратын болса, содан кейін имам алға өтіп, адамдардың сапын тегістеумен болады. Сол үшін имам мешітте болатын болса, сол уақытты тұрса жақсы. Бірақ ол важib емес. Бұрын тұрып қойса да, кейін тұрып қойса да бола береді. Бірақ мустахаб сол уақытта тұрғаны деп айтады. Бұл қашан, егер имам мешітте болатын болса. Егер имам мешітте болмасашы, қалай ол десе, мысалы мешіттің ішіндегі өзінің бір бөлек, өзінің бөлмесінде болса, немесе әлі мешітке кірмеген болатын болса, ол уақытта имамды көрген уақытында тұрады. Намаз оқушы имамды көрген уақытында тұрады, имам кешігіп қалса да. Себебі Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, имам Бухари және Муслим шығарған хадисте, «Иза уқиматис салату фала тақуму хатта тарауни» дейді. Намазға қамат айтылатын болса, мені көргенше тұрмаңдар дейді. Мені көріп сонда тұрыңдар деген ол дегені. Себебі жамағаттың бастығы имам. Азаншы өзінше жұмыс істемейді ол жерде. Азаншы имамның рұқсатына қарау керек. Имам егер кіріп келе жатса, демек адамдар көрсе, сонда адамдар тұрып, жиналып намаз бастайды. Адамдардың тұрудан мақсаттары ол сапты тегістеу. Имам болмайтын болса, қамат айтылып қойылған, имам әлі өзінің бөлмесінен шықпаған болса, олар сапта тұрудан не пайда? Сапта тұрудан мақсат намаз оқу. Дұрыс бол қашан, егер имам әдетте сол жерде болса, немесе келетін уақыты күтіліп тұрған болса. Амма имам жоқ болса, немесе келмейтін бір белгілер болатын болса, ол уақытта адамдардың әдеттегі болатын наибтары, имамдың наибтары, немесе елдердің ішіндегі біреу шығып намаз оқыса бола береді. Бұл мәселе негіз ғалымдар айтқандай кең, бір мәселеде қатты тұрып алатын мәселе емес бұл. Азғантай бұрын немесе кейін, бірақ бұл ғалымдар айтқандай мустахаб, афзал болады осы суретте болатын болса. Енді өз сөзінің аржағында айтады. Қила лил имам Ахмад қабла такбири тақулу шайан. Имам Ахмад рахимахуллахқа айтылған екен. Сіз тәкбір айтудан бұрын ешбір нәрсе айтасыз ба демекші. Яғни намазға кіруден бұрын, қамат айтылғаннан кейін бір нәрсе айтасыз ба? Қад қаматис сала, Аллаху акбар деп муаззин тәкбірді айтып болды, қаматты айтып болды. Осы қамат бітуменен Аллаху акбар деп намазға кірудің арасында бір сөз бар ма? Бір анық айтылатын зікір бар ма? Десе, имам Ахмад жауап беріп айтады, ла, жоқ, еш нәрсе айтпаймын деп отыр. إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. Себебі Наби саллаллаху алейхи уассаламнан да, о кісінің сахабаларынан да ешбір нәрсе айту бізге келтірілмеген, көшірілмеген деп отыр. Зікір қылынбаған бізге. Демек олардан айтылмаған екен. Негіз біз білеміз, құлшылық бабы
ibadat babı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin көрсетпесіне жараса болу керек. Ол бапта ijtihad кірмейді. Өзінің дұрыс деп ойлаған нәрсесі кірмейді. Шариғаттың шегіменен шектелу керек бол мәселелерде. Сол үшін сол жердегі әртүрлі өзінше имам айтудан, имам намазға кіруден бұрын кейбір мешіттерде көріп қаласын, адамдар имам намазға кіруден бұрын қолдарын көтеріп дуаларды қылады. Аллаху алам не дуаларды қылады. Бұл дуа қылуларының себебі азан менен қаматтың арасында уақыт дуа қабыл болатын уақыттардан ақиқатта. Содан кешігіп қалдым, енді осы уақытта бір пәзілетті жақсы құлшылыққа кірісетін уақыт деп ойлап, кейбіреулер әртүрлі дуаларды қылады сол жерде. Кейбір риуаяттарда келеді, қад қаматис салах деп муаззин айтқан уақытта ақамахаллаху ва адамаха деген сөздерді айтады. Бұл хадис келген, бірақ ол хадис сахих емес. Кейін тур сол сияқты ниетті тіліменен айтып, ол арабша болса да, қазақша болса да, кейбір қарияларымыз парсша жаттап алады оны. Ниеткардан бейгузарам деп. Болардың барлығы негіз имам Ахмад рахимахулла айтқандай, Наби саллаллаху алейхи ва салламнан да, сахабаларынан да келмеген. Себебі олардан келетін болса, бізге жетіп келген болатын. Біз білген болатын едік. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва салламнан бізге ешбір нәрсе жасырынып қалмаған. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам намаз оқыған уақытта бір нәрсе оқып жатыр ма, жоқ па екенін сахабалар артында тұрып Наби саллаллаху алейхи ва салламның сақалы қимылдауымен білетін болған. Хадис Бухариде. Демек, сахабалар Наби саллаллаху алейхи ва салламды жалғыз оқығанда да ерін қимылдағанын көрмеген, жамағатта тұрғанда да көрмеген. Егер бұл нәрсе болғанында бізге келген болатын. Келмеген екен, демек бұны айтпаймыз. Амма басқа бір және бір мәселе бар. Ол не? Азанчы қаматты айтып болғаннан кейін, қад қамати сала, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах дегеннен кейін, кейбір ғалымдар азаннан кейін айтылатын дуаны осы жерде айтса бола береді дейді. Аллахумма рабба хадихи давати тамма, және Наби саллаллаху алейхи ва салламға салауат айту, немесе соған ұқсаған дуаларды айтса бола береді. Себебі болды азан дейді олар. Себебі хадисте келеді. Хадисте қаматтыда азан деп намдалғаны келеді. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, байна кулли азанайни сала. Әр екі азанның арасында намаз бар дегені, бұл жерде бірінші азан біз білетін танықты азан, екіншісі қамат. Азан мен қаматтың арасында намаз бар ардайым. Яғни мустахаб намаз оқыса болады жақсы жұмыстардан. Хадис Сахih Муслимде және Бухариде. Демек, осылай деп айтады кейбір ғалымдар. Мынауда азан болғаннан кейін, яғни қаматта азан деп намдалғаннан кейін, одан кейін оқысақ болады осы дуаны деп айтады кейбір ғалымдар. Бірақ Аллаху алам, бұған бөлек дәлел керек. Бұған не? Бөлек дәлел керек. Дәлел азанға келген. Сол үшін бағанағы дуалар, төбедегі дуалар, ол не? Азаннан кейін ғана айтылады. Бұл мәселеде азғантай осылай хилаф бар. Демек, намазға кіруден бұрын ешқандай бір сөз айтылмайды деген. Муаллиф рахимахулла айтады: "Сумма юсавви al-имаму as-суфуфа бимухазати al-манакиби wal-ak'ubi wa yusannu takmilu as-saff al-awwal fal-awwal wa taras al-ma'mumina wa saddu
Halalis sufuf depti. Aytadi summa yusawwil imamus sufufa. Sodan keyin, yani imam namazga kirүүден burun adamdardın aldına шығып, öz ornuna turgandan keyin артында turgan jamağattың saптарын тегістейді. Артта turgan jamağattың ne? Saптарын тегістейді. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям İmam Bukhari rahimahullah çıkargan hadiste aytadı: "Aqimu sufufakum." Saptarınızды tegistеңдер деп айтатын намазда. "Wa tarasu." Bir-birlerine жақын тұрыңдар. "Fa inni arakum min wara'i zahiri." Men сендерді артымнан көріп тұрамын деп атыр. Осы жерде тек қана намазда ғана Аллах субханаху ва таала Наби саллаллаху алейхи ва саллям арттағы жамағатты о кісіге көрсете деген. Тек қана намазда келді. Басқа уақытта Наби саллаллаху алейхи ва саллям артты көрмейді. Осы жерде шектеніп қалуымыз керек. Себебі егер шектенбесек, Наби саллаллаху алейхи ва саллям демек намазда тұрғанда арт жағын көретін болса, демек басқа жерде де көре беретін деген терең кетіп қалуға барып қалады адамдар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям тек қана намазда осылай болатын екенін білді. Айтты, болды. Одан артқа ар жаққа өтпейміз. Бізге керек жері Наби саллаллаху алейхи ва саллям намазға кіруден бұрын сахабаларға aqimu sufufakum деп бұйырады екен. Aqimu sufufakum, о бұйрық. Wa tarasu, бір-бірлеріңе жақын тұрыңдар деп бұйырған екен. İmam Bukhari rahimahullahu басқа бір риwayatында Наби саллаллаху алейхи ва саллям сол намазға кіруден qabla an yukabbir, намазға такбир айтудан бұрын осы сөздерді айта деген. Демек, кейбір жерлердегі кейбір имамдыққа өтіп тұрған адамдардың қылған жұмыстары қате. Ол не? Муаззин қад қамат сала деп айтып атқанда Аллаху акбар деп намазға кіріп кетіп қалады. Ол қате бұл. Ол дұрыс емес. Сапты кім тегістейді егер имам кіріп кететін болса? Демек, сапты тегістеуге бұйыру имамның міндеті. Саптарды тегістеу адамдардың міндеті. Әркім өзінің міндетін орындау керек. Имам бұйыру керек, соны орындатуға әрекет қылу керек. Адамдар сол бұйрықты орындап, өздерінің міндеттерін орындау керек. Кейбір риwayаттарда Наби саллаллаху алейхи ва саллям келіп, сахабалардың иықтарын бір-бірлеріне тигізетін қолыменен. Ол имамнан болған әрекет және әрі бұйрық, әрі әрекет, және адамдар да өздері соған әрекет қылу керек. Демек, такбир айтып намазға кіруден бұрын Наби саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді айтатын: "Aqimu sufufakum", саптарыңды тегістеңіздер, "Wa tarasu taqarabu" деген мағынада бір-бірлеріңе жақын болыңдар деп. Басқа риwayatта Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Савву суфуфакум фа инна тасвиятас суфуфи мин иқаматис салах." Бұл да хадис Бухари Муслимде. Саптарыңызды тегістеңіздер, себебі саптарды тегістеу намазды толық орындаудан болып есептеледі. Яғни бұл намаздың амалдарынан. Намазға кірген жоқсың әлі, бірақ намаздың дұрыстығынан, намаздың дұрыс орындалуының белгілерінің бірі, себептерінің бірі ол сапты тегістеу. Енді осы жерде bimuhazat'il manakibi wal ak'ub dedi ғой. Bimuhazat'il manakibi wal ak'ub. Manakib degeni иықтар. Ak'ub degeni Ka'b'тың жамы, яғни Ka'b дегеніміз қазақ тілінде тобық. Демек, намазда тұрған уақытта саптың тегіс болуының суреті иықтар менен тобықтар бір-біріне жақын тұру керек. Жағдай барынша тигізіп тұруға әрекет қылу керек.
Не үшін жағдайға барынша деп жатырмыз? Себеп адамдардың барлығы бір түрлі емес. Кейбіреулер осы нәрсені орындауға аяқтарынан қиналуы мүмкін. Сол үшін жағдай барынша деп айтады ғалымдар. Кейбіреулер осы сүндеттен бет бұрады. Осы сүндетті жақтырмайды. Жақтырмауының екі себебі бар. Егер одан көп болмаса. Бірінші себебі осы сүндет екенін білмейтін екені олар. Бұл амал Наби саллаллаху алейхи уассалам және сахабалары істеген, Наби саллаллаху алейхи уассалам бұйырған сахабалары істеген амал екенін білмейді ол. Білімсіздігі себепті. Егер білген болғанында, Аллаху алам осы нәрсені істемейтін. Сол үшін бағанағы хадистің жалғасында имам Бухари рахимахуллахтың хадисінде Анас радияллаху анху айтады: "Ва кана ахадуна юлзиqu манкибаху биманкиби сахибихи ва қадамаху биқадамихи." Сол Наби саллаллаху алейхи вассалам саптарыңды тегістеңдер деп бұйырғанда, сол бұйрықты қарай сахабалар қалай орындайды деген. Не дейді? "Ва кана ахадуна юлзиqu манкибаху биманкиби сахибихи." Біздердің біреуміз, яғни әрбіріміз деп жатыр бұл жерде, иығын өзінің серігін иығына тигізетін, қадамын, яғни аяғын төмен жағын айтылады қадам деп. Сол аяғын өзінің серігінің, жанындағы серігінің аяғына тигізіп тұратын. Илзақ деген, яғни жабыстырып тұру деген мағынада. Илсақ деген мағынада. Наби саллаллаху алейхи вассаламдың бұйрығын сахабалар осындай түсінікте түсініп, оны орындап жатыр. Осы жерде біз Наби саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзін сахабалардың түсінігімен алсақ, сонда дұрыс түсінген боламыз. Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам бұйырғанда, оларды саптарын тегістеп, осындай суретте көріп, оларды дұрыстап болғаннан кейін Аллаху акбар деп содан кейін намазға кіреді. Егер иықты иыққа тигізіп тұрып, аяқты аяққа тигізіп тұрып, содан кейін намазға кіру егер дұрыс болмағанында, Наби саллаллаху алейхи вассалам жоқ, олай тұрмаңдар деп айтқан болатын. Әйтеуір былай параллельный дұрыс тұрсаңдар болды, тегізсек абайлап тұрсаңдар болды деп айтқан болатын. Бірақ саптарыңызды тегістеңіздер деп Наби саллаллаху алейхи вассалам бұйырған уақытта Анас радияллаху анху өзіне айтып атқан жоқ, біздердің біреуміз деп жатыр, яғни әрбіріміз деп жатыр. Сахабаларды жағдайын айтып жатыр. Біздің әрбіріміз иығын иыққа, аяғын аяққа тигізіп тұратын. Осы нәрсе Наби саллаллаху алейхи уассалам және сахабалар үйреткен нәрсе екенін білмегеннен осы нәрсені жек көріп қалады. Жақтырмайды. Ва илля егер сүндет екенін анық білген адам, соған сенген адам, Наби саллаллаху алейхи вассаламның үмбетімін деп өкісін жақсы көретін болса, бұл нәрседен бас тартып кетуі жақсы емес. Болуы да мүмкін емес ол көбінесе. Жахилдіктен, надандықтан болады. Сол үшін осы хадистің басқа бір риwayatында Ибн Аби Шайба рахимахуллах Мусаннафта шығарған риwayatында Анас радияллаху анху айтады: "Фалақад раайту ахадана юлсиqu манкибаху биманкиби сахибихи ва қадамаху биқадамихи, фалауذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس." Айтады, мен өзімізді, яғни сахабаларды деп жатыр, иығын басқа бір иыққа тигізіп, аяғын, қадамын басқа бір қадамға тигізіп тұрған екенін көргенмін деп жатыр. Енді қазіргі күнде осы нәрсені егер істейін десең, сендердің біреулерің құтырған асау қашыр сияқты қашады дейді. Бұл сол уақытта кейбір надандардан болатын нәрсе осы. Наби саллаллаху алейхи вассалам сүндетін білмегеннен. Төбеде айтқанда егер білгенде солай болмайтын, иншалла. Білімсіздік осындай бір сүндетті тастауға алып барады. Бұл білімсіздік сол сүндетті тастаудың бір себебі. Екінші себебі, адамдар кейбір, яғни осы сүндетті үйренген, жақсылықта болған кейбір бауырлар елдерге үйреткенінде кемшіліктері бар олардың.
адамдарға үйретпей олардан талап етеді. Адамдарға бірінші жақсы сүйретпенен, жақсы мінезбенен үйрету керек. Үйреткеннен кейін соны талап ету керек. Тура егер ғалымдар айтқандай, үйіңде өз қолың тәрбиеңнің астында, қол астында бір тәрбиеде болған балаң болатын болса, оған бір нәрсенің жаман екенін ескерту үшін басына бұрмайсың оны. Мынаны істеме деп. Оны бірінші үйретесің. Мынандай дұрыс емес деп. Кейін оны үйреткеннен кейін егер тыңдамай орындамаса, онда азғантай ұрумен ескертсең болады. Себебі ұрған уақытында ол бала әкесі не үшін ұрған екенін біледі ол. Амма білмей тұрып ұратын болсаң, ол да әкесіне таңғалады. Әйтеуір ұру болса болды дейді бұған. Себебі елдерге де адамдарда болған осы тәрбие болатын болса, балдарға болған тәрбие осылай болатын болса, елдерде осы нәрсені қабылдамай қояды. Бала қабылдамай қойған сияқты. Оларға бірінші осы нәрсенің сүндет екенін жай-жай үйрету керек. Таухид сүндетті үйретумен бірге. Содан кейін олардан жай-жай талап етілсе, амал қылуменен сол болады. Үйретпей, білдірмей тұрып, соны істейді. Кейін осыны істеуде және бір кемшілік бар ол жерде. Мынаны осы сүретті орындамасаң, намазың намаз болмайтындай көреді, қылады біреулер. Намазға кіргеннен бастап біреуді аяғын аңдаумен болады. Он жақа, сол жақа аяғын аша беріп кете береді негіз. Бұл дұрыс емес негіз. Себебі адам өзі намаздың басынан иық-иыққа тиіп тұратын болса, аяқ-аяққа сөзсіз тиеді. Себебі адамдардың иықтары қанша болатын болса, көбінесе сол иықты көтеретін аяқ соншалықта ашылады азғантай. Себебі адам аяғын жабыстырып тұрса, бір-біріне өзі дұрыс тұра алмайды намазда. Сөзсіз ол ашу керек азғантай. Бірақ ол қаншалық дәрежеде ашады? Кейбір фуқахалар айтқандай 4 саусағының өлшемінде ашады деп айтады. Бұл нәрсеге дәлел жоқ. Негіз намазға кіруден бұрын адам жағдай барынша иыққа тигізуге әрекет қылу керек. Егер иыққа тисе, ол сөзсіз аяқ-аяққа тиюге мәжбүр болады ол. Бірақ кейбіреулер иыққа тигізуге әрекет қылмайды да, аяқты алып кете береді анаяқа. Сол үшін жағдай барынша бұл сүндетті жақсылықпен орындап, және жақсылықпен үйретуге әрекет қылуымыз керек. Осы себепті елдерді сүндеттен ренжітіп та қоюымыз керек емес. Тастаңдар деп атқан жоқпыз бұл сүндетті. Орындау керек. Соны сабыр қылып орындау атқандарға Алла разы болсын. Біреуге міндет емес ол. Өзінің істеген жұмысы үшін, Наби саллаллаху алейхи ва саллям сүндетін тірілткендігі үшін Алла ажырын береді ол. Басқа біреу емес. Оны ол бауырлар біледі, алхамдулилла. Бірақ бұл ескерту. Алла айтады: "Фадаккир фа инна зикра танфаул муъминин". Ескерт, оларға, момындарға ескерту пайда береді дейді. Бұл нәрсеге көп мән беру керек негіз. Себебі бұл нәрсені тастау адамдардың арасында бір-бірлеріне келіспеушілікке баруға себеп болатын нәрсе негіз өзі. Нуман бин Башир радияллаху анху айтқан, Наби саллаллаху алейхи ва салламнан риwayat қылған хадисінде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла тусаввунна суфуфакум ау ла юхалифанна Аллаху байна вужухикум". Сендер саптарыңды тегістейсіңдер. Егер саптарыңды тегістемесеңдер, Аллах субханаху ва таала сендердің беттеріңді бір-бірлеріне теріс қылып қояды дейді. Бұл хадисте дәлел бар. Жамағаттың бірлігінің сақталуы, олардың сөзі бір болуына себеп болатын ең үлкен мәселелердің бірі саптарын Наби саллаллаху алейхи ва саллям бұйырғандай тегістеу. Егер осылай болатын болса, адамның мешітте тұрған жамағаттың арасында біреуден абзал тұрған адам жоқ ол жерде. Байда, кедейда, қарасыда, ақда не бір ұлттар келіп бір сапта тұрып намаз оқиды. Сол жерде
аяқтары бір-біріне тұрып тиіп тұрса, біреу үлкен, біреу кіші, біреу кедей, біреу бай, бір-бірлеріне иықтары тиіп тұрса, ол қоғамның, ол жамағаттың қандай бір-бірлеріне кіріскен, бір-бірлеріне ағайын, бір-бірлерінен ренжімейтін, бір-бірлерін төмен алмайтындай бір жақсы жамағат екеніне бір белгі болады бұл. Бір-бірлеріне жақын алуға бір себеп болады. Егер осылай болмайтын болса, мынау мынамен тұрғысы келмесе, анау ананы жақтырмаса, мынау өзінше анаған аяғы тигізгісі келмейді, ренжиді, жақтырмайды, мынаған иығын тигізгісі келмейді, насаллаллаху аль-афия. Содан кейін басталады да бұл. Сырттың бір-біріне қарсы келуі, іштің бір-біріне қарсы болуына себеп болады ол. Сырт ішке әсер етеді, іш сыртқа әсер еткендей. Іш егер жүрек дұрыс болатын болса, ол мүшелер дұрыс болады. Мүшелер дұрыстығы, ол жүректің дұрыстығына дәлел қылады сол. Сол үшін, бұл төбедегі неше рет бұйырды Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Бұйырғаннан кейін осындай бір қорқынышты хабарды айтты. Егер осы сапты дұрыстап орындамасаңдар, беттерің бір-біріне теріс болып кетеді, жүректерің бір-біріне қарсы болады дегендей қорқынышты хабарлар болар. Осы суреттерге қарайтын болсақ, сапты негіз дұрыстап орындауға әрекет қылу бол важип негіз. Көптеген ғалымдар мұстахаб деген, бірақ хадистерге қарайтын болсақ, кейбір ғалымдар бұл сапты дұрыстап тегістеу важип деп айтқаны дұрыстыққа жақын. Аллаху алам. Сөзінде айтады: "Уайусанну такмилу суфуфи уайусанну такмилу саффи ал-аувал фал-аувал." Сапты тегістеген уақытта бірінші саптан кейін екінші сап қылып толықтату керек деп отыр. Яғни ол дегені бірінші сап толмай тұрып, екінші сапта тұру керек емес. Мүмкін емес. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям, имам Муслим рахимахуллах шығарған хадисте айтады: "Тақаддаму фаътамму би" дейді. Тақаддаму фаътамму би. Алға жүріңдер, маған еріңдер. Вала язалу қаумун ятааххаруна хатта юаххирахумуллах. Бір қауым намазында сол сапта кешіге береді да, Аллах субханаху ва таала оны қияметте де кешіктіріп қояды. Адамды кешігуге үйреніп қалатын болса, жақсылықтан артқа қалғаннан кейін ол қияметте де жақсылығы азайып, ол да қияметте де артта қалып кетеді адам. Сол үшін алға жүру керек адам. Наби саллаллаху алейхи ва саллям және басқа бір хадисте, Жабир ибн Самур радияллаху анхуның хадисінде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ала тасуффуна кама тасуффул малаикату инда раббиха." Періштелер Аллах субханаху ва тааланың алдында сапта тұрған сияқты тұрмайсыңдар ма деді. Сонда: "Я Расулаллах, періштелер қалай сапта тұрады Алланың алдында?" десе: "Ютиммуна суфуфал увал." Бұрынғы саптарды толықтатады бірінші дейді. "Ва ятарасуна фис саф." Сапта бір-бірлеріне жақын тұрады олар деді. Демек, "Уайсанну такмилу саффил аувал фал-аувал", яғни бірінші сапты қою керек. Бірінші сапты толықтатып, содан кейін екінші сапта тұру керек. "Ва тарасул маъмумин", маъмумдар бағанағы не, артта тұрған жамағат бір-біріне жақын тұру керек. "Ва садд халалус суфуф", сапта болған бос жерлерді толтыру керек. Сөзінде айтады: "Ваямнату кулли саффин афдал." Ваямнату кулли саффин афдал. Әрбір саптың оң жағы сол жағынан көре афзал деп отыр. Әрбір саптың оң жағы сол жағынан афзал. Себебі Бара ибн Азиб радияллаху анху, имам Муслим рахимахуллах шығарған хадисте айтады: "Күнна иза саллайна халфа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ахбабна ан накуна ан яминихи." Біз Наби саллаллаху алейхи ва саллям артында намаз оқығанымызда оң жағында отыруымызды жақсы көретін едік деп жатыр. Оң жақта тұруды жақсы көретін едік. Себеп сол жерде бұл жағдайда Наби саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары оң жақта отыруды жақтыратын.
Және Айша радиаллаху анху айтады, кана Наби саллаллаху алейхи ва саллям ю'джибуху таяммун, Наби саллаллаху алейхи ва салламның өзіне жаққан нәрсесі, ар нәрсенің жағымды нәрселерді он жақ о кісіге жағатын. Және басқа бір риаятта имам Абу Дауд рахимахуллах айтқан хадисте, шығарған хадисте, инналлаху ва малаикатаху юсаллуна ала маямини суфуф, Алла мен оның періштелері саптардағы болған саптардың оң жағына салават айтады дейді. Бұл хадисті кейбір ғалымдар заиф десе де, Ибн Хаджар рахимахуллах және сол кісіге оқсаған кейбір ғалымдар хасан деген. Демек, саптың оң жағында тұрғаны сол жағынан көре абзал. Оң жағында тұрғаны сол жағынан не? Абзал. Бірақ осы жерде бір нәрсеге ғалымдар ишара береді. Ол не? Адам мешітке кірді. Адам мешітке кірді. Мешітке кіргенде имамның сол жағында жай бар азғантай. Бірінші сапта. Бірақ ол сол жақта. Сол уақытта ол бірінші сапқа барып тұра ма, немесе екінші саптың имамның оң жағында тұрса абзал ма деп біреу сұрауы мүмкін. Бұл жағдайда айтылады, сол имамның сол жағы болса да бірінші сап абзал. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслим шығарған хадисте айтады, «Лау я'ламун насу ма фи нидаи вассаффил аувал, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alayhi lastahmu» дейді. Егер адамдар азан айтуда және бірінші сапта тұруда қандай бір үлкен әжір бар екенін білгенінде, олар соған таласып, содан кейін олар құра тастап ғана бол мәселені шешетін еді дейді. Егер білгенінде. Бірақ адамдардың көбі бұл нәрседен ғаплатта. Білмейді. Білсе де көбінесе мән бермейді. Сол үшін ол бірінші сап болғаннан кейін ол соған асығады. Себеп және Абу Дауд рахимахуллах шығарған хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, инналлаха ва малаикатуху юсаллуна ала суфуфил ауал, Алла мен періштелері саптардағы бірінші реттерге салават айтады дейді. Демек, бірінші сап сол жағы болса да, екінші саптың оң жағынан абзал. Сөздің ар жағында айтып отыр, «Ва қурбул афдали минал имам». Имамға абзал адамдар жақын болғаны мұстахаб жұмыс болады. Абзал адамдар дегені, яғни иманда, білімде болған, шариғатты басқалардан көбірек жақсырақ болған білген адамдар имамға жақын тұрғаны жақсы. Бірақ бол дегені имамның артына сондай бір білімділер жайнамаз салып алсын деген емес. Ешкімге сол жерді бермей. Себебі бұл мешіт Алланың үйі. Ол жерде ешкім бір жерді өзіне арендаға алып немесе сатып алған жер жоқ, кесіп. Кім бұрын келетін болса, сол мешіттегі жай соныкі. Тек қана егер бір адам бір белгі қойып, ашин дәрет қылып кетуге шығатын болса, онда ғалымдар бола береді дейді, бір жайды алып қоюы. Ашин барып дәрет қалып келеді. А біреулер еш бір мешіттегі өзінің жайын бермейді, үйіндегі өзінің комнатасындағы креслосы сияқты. Жай қылып алады, жай намаздарды салып қояды. Ешкім тұруы мүмкін емес ол. Болмайды. Себебі мешітте ешкімнің, имамнан басқа ешкімнің өзінің бөлек жай жоқ. Тек қана сол ғана, басқа ешкімнің жайы жоқ ол жерде. Кім бұрын келетін болса соған. Мынау хадисте соған өзіне, сондай. Яғни маған, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, лиялини минкум улул ахлами ва нуха. Хадис Муслимде, Абу Масуд радиаллаху анхуның хадисінен, маған сендердің іштеріңнен білім және ақыл иелері жақын болсын дегені, яғни жамағатқа бұрындау келіңдер басқалардан көре. Маған жақынырақ менің артында тұруға әрекет қылыңдар деген ол. Адамдар сендерге ерейді сонда деген ол. Соменен бірге имамның артында қажет болған уақытында білім иесі тұратын болса,
Ол жамағаттың намазының сәлеметтігіне себеп болады. Себеп имам қателесіп қалуы мүмкін, және сонымен бірге дәрет кетіп қалуы мүмкін. Соған ұқсаған бір үзірлер болғанда, білімді адам не әрекет қылуын біледі. Білімсіз адам оны білмейді. Сол үшін төбеде айтылғандай, намаздағы саптар әр бір адамға ақысы бар келуге. Кім бұрын келетін болса, соны қойыла береді. Артқа ешкімді сүруге, кешіктіруге ақысы жоқ. Жас баланы болса да. Кейбір мешіттерге баратын болсаң, бірінші сапта жас балдар тұрып қалатын болса, артқа ол жас баланы жіберіп, үлкен жастағы, үлкендеу адамды алға қояды. Бұл дұрыс емес. Бұл біріншіден Наби саллаллаху алейхи вассалам сүндетіне қарсы. Екіншіден бағанағы балаға жаман тәрбие болады ол. Баланы көңілін сындыру болады ол жерде. Бала деген жақсылап қызығып келді ма сол жерде, оны артқа сүрмей, Алла субханаху ва таала береке берсін саған, әке-шешеңнен Алла разы болсын, осылай тәрбие қылған деп, оны дуа қылып, жағдай болса сыйлық беру керек ол балаға. Сол мешітке өзінің достарының, серіктерін бастап келіп, бірінші сапта алып алсын солар. Мешітке әрекет қылсын бұрындау келуге. Ол мешітте келген баланы үйтіп ренжіткеннен кейін ол достарын алып келуі тұрсын, өзі мешіттің ар жағынан айланып өтіп кетеді. Бұл жерге келсең бәрі ұрса береді деп. Демек, бала егер 7 жастан төмен болмаса, ол баланы бірінші саптан артқа кеткізу керек емес. Тек қана қажет болатын болса, имамның артынан кейбір ғалымдар айтады, аррақта тұрғаны жақсы. Қажет болғандығы үшін. Уаилла, имамның оң жағы, сол жағы қай жерде болатын болса, 7 жастан, 7 және одан биіктегі жастағы балдар тұратын болса, оны ешкім артқа кеткізуге ақысы жоқ, себебі ол намазға бұйырылған бала. Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау саб'ин." Балдарыңды 7 жас болғанда намазға бұйырыңдар деп жатыр. Бұл намазға бұйырылған бала ол. Намазда тұру керек. Бірінші сапта бүткіл адамдар сияқты тұруға ақысы бар. Егер 7 жастан төмен болатын болса, онда намаз бұйырылмаған, ол артта тұрса, ғалымдар айтқандай, онда ештеңе етпейді. Wallahu алам. Сөздің арзағында айтады: "Ва хайру суфуфир риджали awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha." Бұл хадис. Имам Муслим рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхудан шығарады. Айтады, еркектердің саптарының ең абзалы бірінші сапы дейді. Оның жаманы ақырғысы, әйелдердің саптарының жаманы жақсысы ақырғысы, жаманы бұрынғысы дейді. Бұл еркектерге бұрынғы сапқа әрекет қылуға бір қызықтыру, әйелдерді артырақта тұруға қызықтыру. Себебі еркектердің ақырғы сапы әйелдерге жақын болады, әйелдердің бұрынғы сапы еркектерге жақын болады. Шариғат құлшылықта болған, Аллаға ықыласпенен намаз оқылып орындалып тұрған орындарда да, жерлерде де, құлшылықтарда да әйелдер мен еркектердің арасын осылай бөлген. Әйелдерді төмен санау үшін емес, кейбір надандар түсінгенде сияқты. Олай емес. Әйел кісі исламда ешқандай бір төмен саналған, ақысы алып қойылған емес, алхамдулилла. Әйел әрдайым құрметті. Соны құрмет қылғандығы үшін, оның құрметін сақтау үшін, оның абыройын сақтау үшін, оны еркектерден ұзақ қылынған шариғатта. Себебі қанша әйелдер еркектерге осындай жақын болатын болса, өзінің қорлығын күте берсін. Басқа елдерде көріп тұр, біз көзімізбен көріп тұрмыз сол нәрсені. Оны өтірікке шығаруға ешбір ақылды аяқ баса алмайды оған. Сол үшін намаздағы әйелдердің сапының ең жаманы еркектерге жақын болған бірінші сапы. Еркектердің саптарының ең жаманы ақырғы саптары әйелдерге жақын болғандығы үшін. Бұл қашан? Егер еркектер мен әйелдердің арасы бөлек болмаса, бір-біріне жақын болса. Amma әйелдер өздері
бөлек оқыса, өздері жамағат болып, сөзсіз бұл жалпы өкімге қайтады, бірінші саптары абзал қалған саптардан көре. Немесе әйелдер жамағатпен оқып жатыр, еркектердің артында, бірақ өздері бөлініп қойылған мешіттің бір бөлек жерінде, әйелді еркектерге араласқан жерде емес, ол да сөзсіз еркектерге жақын болмағаннан кейін, ара бөлініп тұрған болғаннан кейін, олардың бірінші сапы артық саптан көре абзал. Негізге қайтамыз ол уақытта. Амма ашық болатын болса, еркектер жағдай барынша алға жүруге, әйелдер жағдай барынша артқа қайтуы абзал болады. Muallif rahimahullah so'zning arjag'ында aytadi: "Thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrati Allahu akbar." So'dan keyin ol turib namazga kirген vaqtida Allahu akbar deb aytadi deydi. Бұл енді басқа тақырып, намазға кіріп келе беріс тақырыбы. Оны иншалла кейінгі сабақта жалғастырамыз. Аллаху алам. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.